Саламатсыздар балдар, математика пәні 109 сабақ, разрядтан анықтама 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлесің, е? Жиындарға қара. А жиынына тиесілі болуы мүмкін фигуралар таңда. Сол фигуралар жазылған әріптерді ретімен оқы. Сонда сен осындай диаграммаларға аты берілген ғалымның фамилиясын біле аласың. Б жиынның элементтерін атап, тағы бір белгілі математиканың фамилиясын анықта дейді. Қараймыз балар. А жиыны, е? И, Л, Р, Эйлер. Б жиыны. Қараймыз балар. Б жиыны Н, В, Е. Вен. Яғни, осы диаграммаларға аты берілген ғалымның фамилиясын білдік. Леонард Эйлер, Джон Вен. Баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. 323 көбейтілген 2 тең 646, 124 көбейтілген 2 тең 248, 844 бөлінген 2 тең 422, 482 бөлінген 2 тең 241, 231 көбейтілген 3 тең 693, 663 бөлінген 3 тең 221, 220 көбейтілген 3 тең 663. Амалдар бойынша баған түрінде есепте 1000 азайтылған 32 көбейтілген 3, азайтылған 84 бөлінген 2 тең 862. 124 көбейтілген 2 қосылған 482 бөлінген 2 тең 489. Кестені пайдалана отырып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құр дейді. Екі кесте берілген екен. Тура теңдіктер және теңсіздіктер көрейік. 45 көбейтілген 3 тең 200 азайтылған 65. 400 азайтылған 80 тең 320. 45 көбейтілген 3 кем 80 көбейтілген 4-тен. 400 азайтылған 80 артық 65 қосылған 125-тен. 300 қосылған 456 артық 80 көбейтілген 4-тен. 1000 азайтылған 250 артық 65 қосылған 125-тен. 200 азайтылған 65 кем 300 қосылған 456-тан. 65 қосылған 125 кем 80 көбейтілген 4-тен. 32 көбейтілген 2 тең 64, 232 көбейтілген 2 тең 464, 64 бөлінген 2 тең 32, 464 бөлінген 2 тең 232, 41 көбейтілген 2 тең 82, 82 бөлінген 2 тең 41, 341 көбейтілген 2 тең 682, 682 бөлінген 2 тең 341. 503 қосылған 496 тең 999, 860 азайтылған 77 783, 921 қосылған 9 тең 940, 648 қосылған 47 6 тең 695, 810 азайтылған 679 тең 101, 165 қосылған 309 тең 474. Салыстыр дейді. Қараймыз балар. 19 мм кем 2 сантиметрден. 47 сантиметр тең 4 дециметр 7 сантиметрге. 9 центнер артық 90 килограммнан, 910 килограмм артық 9 центнер 1 килограммнан. 3 центнер 50 килограмм тең 350 килограммға, 15 сантиметр тең 15 миллиметрге, 150 миллиметрге. Есептер бойынша есептер, өрнектер бойынша есептер құрастырыңдар дейді. Қараймыз балар. Кітаптар, гүлдер туралы кітаптар және жапсырма кітапшалар, е? Гүлдер туралы кітаптар 320 теңгеден 2 дана, жапсырма кітапша 120 теңгеден 3 дана. Барлығы неше теңге? 320-ны 2-ге көбейтеміз 640. Бұл гүлдер туралы кітаптар. 120-ны 3-ге көбейтеміз 360. Бұл жапсырма кітапшалар. 640-ға 360 қоссақ 1000 теңге. Яғни барлық кітапқа 1000 теңге төленді. Ертегі кітап 450 теңге 2 дана, жапсырма кітапша 120 теңге 3 дана. Неше теңге артық? 450-ге 2-ні көбейтсек 900 теңге, ертегі кітап 120-ға 3-ті көбейтсек 360 теңге жапсырма кітапша. Енді нешеге артық, нешеге кем деген бұл сұрақ болса, біз әрине үлкен саны кіші санды азайтамыз. 90-нан 360 азайтсақ 540, ертегі кітапқа 540 теңге артық төленді. Y қосылған 30 көбейтілген 3 тең 450, Y қосылған 150 тең 450, Y тең 450 азайтылған 150, яғни Y 300 және орнына қойып тексереміз.
S қосылған 4 көбейтілген 25 тең 985, S қосылған 100 тең 985, S тең 985 азайтылған 100, S тең 885. Яғни белгісіз S қаншаға тең екенін таптық, орнына қойып тексереміз. B көбейтілген жақсы ашылған 300 азайтылған 250 жақша болған тең 550. B көбейтілген 50 тең 550. B тең 550 бөлінген 50. B тең 11-ге. Белгісіз B-ның орнына қайсан екенін таптық, енді орнына қойып тексереміз. Амалдардың орындалу ретін анықтап, баған түрінде жазып болады. Есепте 864 бөлінген 2 қосылған 121 көбейтілген 3 тең 795. 1000 азайтылған 846 бөлінген 2 азайтылған 157 тең 420. 359 қосылған 232 көбейтілген 2 азайтылған 288 тең 535. 2-ден 9-ға дейін сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтыр. Қандай сандар қайталанбауы тиіс дейді. Яғни 8 бөлінген 4 тең 6 бөлінген 3. 2-ден 9-ға дейін сандар пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтыр. Қандай сандар қайталанбауы керек дейді. 4-ке 1-ді бөлеміз 4, 8-ге 2-ні бөлеміз 4, 4 тең 4-ке. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.